Шырғалған тағдыр 27-ші бөлім. Бүгінгі бөлімде барлық шындық анықталады. Яғни Мәчитенің ешқандай Ахметті өлтіруге қатысы жоқ. Тіпті қайшыны тықпағанда Ахмет екені белгілі болады. Бұның барлығын Қазым өзі растап және тексерді. Бірақ Ахметті қайшылаған әрине өзінің әйелі Нене екенін жасырып қалды, айта алмады. Өйткені Нене баласының анасы болып есептеледі. Ал мұнда Нене бақытты. Енді маған ешкім тиісе алмайды. Кім келсе де мен ешкім түрмеге тоқталмайды. Өйткені мен Қазымның баласын көтеріп жүрмін дейді. Ал мұнда шындықты білуге асық болған Мәчите Қазымға кәні оны кім жасады дейді. Сонда Қазым өтірік айтады. Әрине официантка жасады. Қызметшілер, яғни қызметшілер жасап, сенің қолыңа тығып қашып кеткен деп жалған айта салды. Мәчите осыдан кейін ғана анасын көруге барды. Екеуі бір-бірін құшақтасып, кешірім сұрасып, және қызы, анасы неге осы сәтке дейін айтпадың дейді. Ал мұнда Нене әлі де өзінің бақытты екенін көрсетіп армандап жатыр. Мына көйлекті кисем қалай, балама мынаны алсам қалай деп. Осы кезде Қазым келеді. Ол Қазым Ненеге сен бәріне кінәлісің. Сені мен басқа жерге жіберем дейді. Ал мұнда Сара мен Мәчите бар шындықты айтып жатыр. Сара айтады, мен саған ол әулетке жолама дедім. Ол әулет өте қауіпті. Сенің басың қауіптен арылмайтын болды. Жалғасы бар.